Так, міне құрметті достар. Мынау міне бүгін қаншасы еді? Августтың 17-сі ма? Августтың 17-сі. Міне бұқаларды кіргізейін деп жатырмыз. Мынау ангус, мынау алатау, беспородный. Жағдайлары осындай, күйлері осындай мінекей. Ары барсын, бұрышқа барсыншы. Ана не есік жаққа тұра салды, есік жаққа шығып кетеді. Күн боп түспей жатыр дұрыс. Міне жағдай осындай бұқалар. Үй, алдына шық. Қиттап тұр ма екен? Екі жасар бұлар. Кішкентай деген мен. Қыстан әрең шыққан. Айда кішкентай жоғарыда. Мынау деген анау Алмасбек Садырбаев ағамыздан шыққан бұқадан шыққан бұқа вообще. Бұдан шыққан бұқа. Жалғыз тал. Осы ғана шыққан бір ангустан. Осыны енді байлап нәтижесін сіздермен бөлсем. Ангус деген қалай салмақ беретінін көреміз. Ойбай, бұлар семіргенде сұмдық, салмақ бергенде сұмдық дейді. Енді соны тәжірибе жүзінде, іс жүзінде дәлелдейтін боламыз достар. Қораға кіріндер. Кіріндер, Ақ қаттырым. Шошып кетеді. Міне қораны реттеп, дайындап қойдық. Күш, мына тауықтар жүріпті болмағандар. Енді осында тұрады байланып. Өз орындары. Міне достар, мынау үшінші бұқа. Ангус. Тұқымды, өте кішкентай, 2 жасар деп кім айтады бұны? Осыны байлаймын бұйырса апарып. Мына Алатаудың басынан әрең таптым. Іздеп жүріп, кешеден бері. Қаңғып әбден. Эй, черный! Иә, достары, қалайсыздар? Астымда ақбақай, басымда шляпа. Өзімді бір Американың канадалық кавбойлар сияқты сезініп келе жатырмын. Атым деген әбділен дағым. Қайыр! Кетті ғой анау. Атымда әбден дағымланып алды. Кавбойлардың аты құсап жібермейді мына қара бұқаны. Қайыр! Кенің ауызы кей мал! Твашамайды! Опа! Кенің ауызы! Ёпты ашамайды. Қашқын неме. Ангус ёпты ашамайды. 2 жасар деп кім айтады сені? Кенің ауызы кей мал. Қашат түріне қарамай. Жолға салсаң, жолдан қашып. Дедіктейсің әлі. Ей! Әрең таптым. Жаздай қаңғып. Өткенде бір көріп кеткен болатымын. Жүрген еді, сосын кеше таптырмай кетті қайда. Енді осындай бір өсі бар. Ангус плюс Герефорд деген. Оны да көрсетем. Ал енді аман есен үйге жетіп алайық өстіп. Қақпайлап, қайырмалап. Міне 4-ші бұқаны таптық бұйырса. Әрең дегенде тауып алдық, таудан аралап, бері аралап. Қораға баттығамыз енді бұнда. Қалай жағдай? Ей! Ашамайды. Мына бұқа тура жылғы ұқсап қашады екен. Кейін тұрған тұрсын қарасыз мына жерде. Бөргіздің арасына кіре қалып. Мал. Кенің ауызын көрдің? Тұрған жеріңді. Не бұлай бара алмайсың? Мал әкенің ауызы күйін. Тұрған жерің қарашы енді. Ана бұқаны жамсын. Қайдағы жөн жоқ, жол жоқ жермен кетіп барады. Ёпты ашамайды. Құз-құзбен қашатын бұқаны көрдім. Түс, ёпты ашамайды.
Мына оңбаған бұқа жылғы құсап қашып келеді. Қайыру бермей кейін асы кейін көрейік. Міне кетіп барады. Қайыру бермей беріп барады. Тұрғысы бар ғой. Науқаны көрдіңдер ме қалай ат құсап шығады. Кейінің асы кем ат. Ей! Қайырыс бермейді ат құсап. Жылқың адайым қалады. Жанында. Кейінің асы Так, міне достар, кезекті екі бұқа тағыда. Бұларды да жайлаудан әрең іздеп тауып айдап келе жатырмын. Таң атқаннан шыққам. Таңғы сағат 8-ден. Қазір сағат 3 болып кетті ма? Жүріп әйтеуір таптым. Енді апарып қораға тығам бұларды. Баяққа екеуміз біраз әуреге салдық та екен. Ал мінекей достар, қора бұқаға толды. Өңкей қара, по-черному. Мынау мені бірінші тұрған ангус қара тоқал. Екінші тұрған местный ангус қосылған типа. Мынау енді таза ангус үшінші тұрған. Мынау мені Алатау швед, простой. Мінекей, бұйырса бүгін бір күн болды. Шөпті жеп жатыр, кешкі тамақтары. Қазір жем береміз енді. Осылай жағдайлар. Мына қораның жан-жағын ашып тастадық. Мына жақтағы салафанды ашып тастадық. Терезе есігі ашық. Ауа алмасып тұрады. Солай кіргендеріне бір-ақ күн иіс пайда бола бастады. Жол жоқ па жақта? Мінекей достар, мынау деген керайғырдың үйірі. Осы керайғырдың үйірін бір жайлаудан өзі түсіп кетті. Содан кейін төмен жақта бір жақсы судың жағасы нулы, шөбі мол жер бар еді. Сол жерге айдап апаратқан жағдай. Сол жерге айдап апарып үйретсем бе деген едім, бірақ та ондай болмады. 2 күннен кейін қайтадан үйге қашып келді. Мекеніне жердегі шөп әйбат еді, керемет еді, бірақ болмады. Қазір көрсетейін сіздерге. Нулы арал еді. Екі жағынан аққан өзен. Салдарлап тұрып, көлеңке. Өзі жақсы жер. Бол, сол жерде тұра бер. Hey! Сол жерде тұра бер. Gel, öt. Сол жерден түсе сал. Hey! Төмен қартай түсейік. Қандай рахат жер мынау деген. Қандай рахат та? Бол, түсе бер, қайырмай-ақ қой кете берсін. Çöp деген қалай сусап жатыр, салқын өзі деген рахат жер. Не деген рахат тизім рахатқа. Кішкене демала тұрайық осы. Қайырлы күн тағы да достар.
каналға жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Мынау деген Алатаудың басындағы көлдер, Жарқұздың етегіндегі құламашың, әрдайым басында аққар жататын мекен. Бұл Бүркітті сайы. Бүркітті сайының басы Қора шатқалының күнгей жағы. Мына таудың ар жағында Қора өзені ағып жатыр. Яғни осындай. Ал қайырлы күн достар. Міне біздің бұқаларымызға бір ай болды. Бір айдың көлемі, бір айдың жүзінде осындай нәтижеге жетіп жатырмыз. Осындай міне жағдайлар жылтыранып, жоталарына май жинап, жамбастарын толтыңқырап қалды. Арқалары тегіс. Міне мынау қара бұқа, қасқа бұқа мынау. Міне жағдайлар. Арқалары бұйырса жұмыртқа қоятынға кеп қалды. Мынау міне ангус, тош. Аздан келе жатыр. Мынау бар және де күрең. Ей! Мойны жуандап келе жатыр. Саны енді толыңқырап. Арқа жағдай осындай бұның. Міне осындай жағдай бізде жүріп жатқан. Бағалап жіберіңіздер. Түнде шешіліп кетіп, 2-3 күн бұрын қалада болып шешіліп, бәрін лаңдапты. Осы мінекей достар, біздің бұқаларымызға бір ай 2 күн болды. Жағдайлары осылай болып жатыр. Ақырындап көтеріліп келе жатыр. Жаймен сағатына грамдап қосып жатыр. Қанекей, суды ішіндер. Черный. Мына черныйда айбат болып келе жатыр. Тіфай. Қызыл жептегі міне. Бұл да ақырындап кеудесіне жинап келе жатыр. Алдыларында шөп жоқ. Бітіріп тастапты бәрін. Мындай қурай өсіп кетіпті шөп жаққа. Осыны бір уақыт беріп қойайын деп жатырмын. Қазір беріп жегенін көрсетем. Жеңдір. Осындай жағдайлар. Боқ деген үйіліп жатыр. Достар, биылғы жылы мал саудасы қалай болып жатыр? Мына тұрған 2 жирен биені саудаға салмақшымын. Осы 2 жирен биені алам десеңіздер, төменгі телефон номерге WhatsApp сілтемеге өтіп хабарласыңыздар. Бағасы 490 мың теңге. Қатып қалған баға жоқ. Келсеміз, саудаласамыз. Сіздің бағаңызды көрейік, ұсыныңыз. Алатын жеріңізді айтыңыз, бізде айтайық. Осы 2 биені сатамын. Буаз байлап соғымға сатып жүрсеңіздер, үстінен 100 мың теңгеден көруге боладыны анық. Сәттілік баршаңызға.